Қазір сіздерге ATG Mall сайтынан заказ беруді үйретемін. Atomic KZ сайтында мінекей көріп тұрсыздар, бар болғаны 156 тауар бар. Мінекей 156 тауар бар. Бұл жерде Atomic компаниясының бүкіл ассортименті көрсетілмеген, тек қана Қазақстанда бар өнімдер, біздің Қазақстан складында бар өнімдер. Бірақ Atomic компаниясының өзінде 590-нан астам тауар бар. Сол тауарларды тікелей Кореядан бізге Қазақстанға алдыруға мүмкіндік бар. Ол үшін Atomic KZ сайтына кіріп, мінекей ATG деген бөлімді таңдайсыздар. Бұл біздің Кореядан Қазақстанға заказ беретін сайт. Мінекей ATG деген сайтқа бөлімге өтеміз. Немесе мына жерде көріп тұрсыздар, global.atomi.kr деп қолмен жазсаңыздар болады поисковикке. global.atomi.kr немесе осы сайттың приложениесі бар. Сіздерге потом чатқа жіберіп берем приложениясының ссылкасын. Немесе сайт арқылы, немесе приложение арқылы тікелей Кореяда, мінекей біз корейский сайтқа кіріп тұрмыз, KZ деп тұрған жоқ соңында, KR деп тұр, Корея сайтынан тікелей Қазақстанға тапсырыс бере аламыз. Қазір сіздермен бірге Әділбек, ол үшін логин деген мына жерде логаут деп тұр. Мен шыға салайын сіздерге көрсету үшін. Мінекей кіресіздер, мінекей осылай сіздерде сайт ашылады. Міне ship to Қазақстан, мінекей таңдайсыздар. Ship to деген Қазақстанға, Кореядан, оңтүстік Кореядан Қазақстанға, currency деген жерде валютаға KZ деп таңдайсыздар. Ашылған списоктан мінекей KZ confirm дейсіздер. Осылай настройкасы бірінші жасап аласыздар. Сосын мінекей көріп тұрсыздар, Қазақстан, Кореядан теңгемен логин деп өзіңіздің ID номеріңізді тересіздер. Мен қазір өзімнің партнерім атынан заказ берем. 405 51 676 және пароліңізді тересіздер. Енді дұрыс болу керек. Мінекей біз global.atomi.kr сайтына кірдік. Тікелей Кореядан біздің Қазақстандағы жоқ заттарды алу үшін. Маған қараңыздар, бұл жерде тоже біздің Atomic KZ сайтына ұқсайды, категориялары көрініп тұр. Бірақ енді ағылшынша переводчик қойып алсаңыздар болады. Маған beauty деген красота, мен міне красота бөліміне өтіп, мен помадалар заказ бергім келіп жатыр, потому что бізде мінекей біз global.atomi.kr сайтына кірдік. Тікелей Кореядан біздің Қазақстандағы жоқ заттарды алу үшін. Маған қараңыздар, бұл жерде тоже біздің Atomic KZ сайтына ұқсайды, категориялары көрініп тұр. Бірақ енді ағылшынша переводчик қойып алсаңыздар болады. Маған beauty деген красота, мен міне красота бөліміне өтіп, мен помадалар заказ бергім келіп жатыр, потому что бізде тинттарға да заказ беруге болады. Мен мінекей помадаға өтемін. Мына корзина көріп тұрсыздар, сумочка, соны басасыздар. Айтады, бірінші таңдаңыз дейді түсін. Помаданың түстері бар, сондықтан бағанағыдай шығады предупреждение. Бірінші түсін таңдаңыз деп. Мінекей мен помадаға кіріп жатырмын, қазір көрсетемін сіздерге. Бұл Atomi компаниясының матовый помадасы. Мысалы, көбісі менен сұрайды, сіз қай помада жағасыздар деп. Мінекей осы Atomi'дің Аделика деген люкс классындағы матовый помадалары. Бағасы мінекей осы ATG Mall сайтында 5600 теңге. Мінекей 8000 балл береді, балы тұр, вонмен бағасы тұр, 5636 деп теңгесі тұр. И түсін таңдайсыздар, кала деп тұр, Маған мына ең көп алатын бізде бұл осы 3-ші тон. Мына мен ұнататын 3-ші. Таңдайсыздар түсін add to cart дейсіздер. Каралс деген здоровье бөлімі, витаминдер бөліміне өтен, файнзам. Файнзам деген бұл біздің арықтататын өнім, майларды жигать ететінді. Мінекей корзинаға басам мына бөлімге. Мінекей бастым. И қазір менен сұрайды. Корзинаға жіберді, и екі сұрақ келеді. Continue shopping, шоппингті дальше жалғастырамыз ба дейді, или корзинаға өтесіз бе сразу. Мен continue shopping демекен, тағы да басқа заттар салғым келіп тұр. Көрдіңіздер, бағана помадада, помаданың түстері болғандықтан бірінші помаданың түстерін таңда деді. Ал мындай түсі жоқ заттар болса, сразу корзинаға кете береді. Енді маған коллаген керек. Кальций бар, мінекей мультивитамин, расторопша, бұл жерде енді өте көп витаминдердің біздің Қазақстан сайтында бар болған 7-8 болса, бұл жерде енді өте көп. Мен коллаген заказ берем. Коллаген сұрайсыздар, мінекей бағасы 11675 теңге, 17000 PV береді. Мінекей бастым. Корзинаға тағы менен қазір сұрайды. Заказ бересіз бе тағы да дейді, или жалғастырасыз ба? Continue shopping дедім. Тағы да жалғастырам шоппингті деп. Сосын тағы не берсем болады екен? И давайте детская омега берейін, омеганы бізде көп алады. Тағы да мінекей бастым. Корзина, сумочканы басасыздар, корзина деген сөз. И қазір тағы да сұрайды менен, жалғастырамыз ба, или шоппингті, или корзина бөліміне өтесіз бе деп. Мен корзинаға өтейік деп таңдадым. Енді бұл мені корзина бөліміне ауыстырады қазір. Мінекей қараңыздар, менің корзинамда 3 зат бар. Детская омега, коллаген және файнзам арықтататын. Мен файнзамның количествосын 2-ге өзгертейін. Мына жерде балы жазылып тұрады. Мына 29000 теңге, 38000 балл. Тағы да не істесем екен? Детская омеганы тағы да детская омега жоқ, давайте тағы бір файнзам бере салайын, 45000. Или осылай қалай, қараңыздар, 29000 теңге, 30000 теңге, 38000 балл. Сосын мына чекаут дегенді, тексерек дегенді басасыздар, чекаут.
сол кезде сіздердің заказдарыңызды бағанағыдай дұрыстап береді. Қараңыздар, мінекей 3 заказыңызға кетті. Қараңыздар, енді мына бөлімге назар аударыңыздар. Бағанағы 3 заттың бағалары 29.992 теңге, бірақ ол тікелей Кореядан Қазақстанға келетін себептен мына жерде доставкасына 7186 теңге алынып тұр. Сол кезде бағанағы заттың Кореядағы бағасы плюс доставкасы, сонда бәрі сізге 37.000 теңгеге шығып тұр 3 өнімге. Мына 7.000 теңге дегеннен қорқып кетпеңіздер. Себебі сіздер бұл заттарды Қазақстаннан офистардан алатын болсаңыздар, мысалы менің офисымда детская мега бар сатылымда, бірақ оның бағасы 7045 теңге емес. Мен офиста бағаға мына доставканың бағасын қосамын да, менің офисымда бұл детская меганың бағасы примерно 10.500-11.000 теңге. Өйткені мен осылай доставканың бағасын қосып отырам. Коллаген мына жерде 11.000 теңге ғой, бірақ офистарда коллагеннің бағасы 18.000 теңге, 7.000 теңгеге қымбат. Әрине сіздерге офистардан қымбат бағаға алғаннан көрі өздеріңіздің айдиларыңызбен кіріп заказ салған тиімді. Мына 7.000 теңге болып көрінгенмен, егер мына 3 өнімге бөлсеңіздер доставканың бағасын, сіздер өте арзан бағаға офистағы бағалардан арзанырақ аласыздар. Сондықтан офистардан емес корейский өнімдерді өздеріңіз тапсырыс беріп үйреніңіздер. Мінекей, түсінікті ғой, бұлай заказ берген тиімді екенін. Мінекей, даже доставкасы бұлай шығып тұрса да, 9.000, 10.000 теңге шықса да, бұл сіздерге офистағы бағалардан әлдеқайда тиімдірек. Міне ордер деп, мінекей, осыны басасыздар да заказ бере бастаймыз. Қараңыздар, мына жерде қандай данный толтырамыз. Мінекей, фамилиясы. Мен бұл заказды өзім партнердің атынан, бірақ өзімнің заказын беріп отқандықтан өзімнің фамилиям жазам. Фамилияның бәрін ағылшын тілінде жазасыздар. Так, Көлемжан Өмірбекова. Сіздер де өздеріңіздің аты-жөндеріңізді ағылшынша жазасыздар. ID номерға тиіспейсіздер. ID номер сол бағанағы кісінің ID номер, партнеріңіздің ID номері немесе өзіңіздің ID номеріңіз болып қала береді. Мына жерде Қазақстанды таңдаймыз. Біз қазақ беріп жатырмыз. И мен өзімнің номерімді жазамын бұл жерге. Әркім өз номерін жазады. 0232. Сосын почтаға тоже өзімнің почтамды жазам. Егер сіздер өздеріңіз атыңыздан беріп жатсаңыздар, үнемі өздеріңіздің данныйларды жазасыздар. Бұл жерге ID номері тоже өзіңіздікі болады. Но егер сіз партнеріңіздің атынан заказ берсеңіздер, тек партнеріңіздің ID номері қала береді, бірақ басқа данныйлардың бәрін өзіңіздікін жазасыздар. Мінекей, Көлемжан Өмірбекова gmail.com select дейді, мына жерде таңда дейді. Мен WhatsApp дегенді таңдаймын. Кімде қандай связь бар, и мына жерге тағы да мен өзімнің WhatsApp номерімді жазамын. Көріп тұрсыздар, негізі бәрі оп-оңай. Сосын shipping location дейді. New shipping location деген таңдаймын, мен жаңадан беріп отырмын. Мына жерге қараңыздар, қайтадан. Бірінші мына жерде отправитель деген сөз. Отправитель. Order, заказ беруші деген сөз, тапсырыс беруші. Мына жерде заказды алушы деп тұр. Мен заказды беруші де, заказды алушы да мен болғандықтан, бүкіл жерге мен өзімнің данныйларын жазамын. Мына жерге мен фамилиямды копировать етіп алайын. Мына жерге салдым. Тағы да мінекей Российская Федерация деген керек емес, бізге Қазақстан таңдайсыздар. Мына жерге тағы да номерларыңызды қайталайсыздар. Мына жерде тағы да Российская Федерация деп тұр, Қазақстан таңдаймыз, тағы да номеріміз жазамыз. Бұл 705-0232. Emailға обратно өзімнің email номерімді жазам, адресімді почтовый. Так, копировать еттім, мінекей мында қойдым. Енді қараңыздар, адрес дейді. Бұл сіздің мына заказдар келетін адресіңіз. Мен Алматы қаласында тұрам, мінекей Алматы деп жазып жатсам. Так, Алматы, Так, Алматы. Ой, неғып жібердім. Кешіріңіз. Мінекей Алматы, Қазақстан деп шықты. Мінекей таңдадық Қазақстан мемлекетіне. Мына жерде қараңыздар, апартмент, флор, сіздің үйіңіздің адресі. Мына жерде көшеңіз. Менің көшем Гоголь 80, мен офисім алдырам. Гоголь 86, міне Гоголь 86 деп ағылшынша жаздым. Менде бизнес-центр Казжол. Ағылшынша жаздым, міне бизнес-центр, Казжол деймін. Менің офисімнің адресі да. Бірінші этаж, мінекей first floor, бірінші этаж, 103-ші офис, 103-ші офис деп 103-ші офис деп жаздым. И postal код, бұл почтовый индекс деген сөз. Менің өзімнің офисінің почтовый индексі мінекей дәл осылай. Сосын мына жерге жазып тұр. Сіз жасаған заказыңыз туралы ақпараттарды почтаңызға алғыңыз келе ме дейді. Мен я дейсіздер, yes деп, я деп таңдайсыздар. Сосын мына жерге сіздерге екі вариант береді, кредитная картаның. Екеуінің де қайсын таңдасаңыздар разница жоқ, мен всегда біріншісін таңдай беремін. Мына жерге мінекей без галочканы қойып шығасыздар. Сосын мына жерге мен оқыдым, таныстым деп тағы бір галочка қоясыздар.
Сосын қараңыздар, енді маңызды бір момент, сіз Atomic мына глобал сайтынан осы Кореядан Қазақстанға алдырған кезде сіздің сумма заказыңыз 200 мың воннан асып кетпеу керек. Бізге 200 мың вонға дейін ғана мынандай таможенный кодекс бойынша алуға болады. Сондықтан мына жерде менде қараңыздар, 110 мың вон, в принципе мен 200 мың вонға кіріп тұрмын. Соны қадағалап отырыңыздар, 200 мың воннан асып кетпесін. Міне 110 мың вон, 37 мың теңге, 178 теңге. Заказать мінекей. Мінекей тағы да ақпаратты дублировать етіп жатыр, тексеріп алу үшін, бәрі дұрыс менде, и заказать деп бастым. Окей. Так. Қазір мінекей төлем төлейтін бет ашылады. Мекасың бірінші 4 цифрасын қолмен тересіздер, 4400. Кейінгі сандарды, енді қауіпсіздік қой, сіздер мына экраннан таңдайсыздар суреттен мінекей. И мына жерге жылы таңдайсыздар, қай жылға дейін действительно карточкаларыңыз. Негізі қиын емес еш нәрсе. И КЗТ дегенді таңдайсыздар. Теңге деген мінекей КЗТ. Иә, мінекей бәрін толтырдық. 36 мың. Бана 37 мың болып тұр деп мына жерде көріп тұрсыздар. Бірақ мына бір курс конвертациямен почему-то аз ақша шықты, 36 мың. Иә, бір 200-300 теңгеге азайып қалды ақша. Next десіздер. Қарасаңыздар, мінекей мына жерге почталарыңыз тағы бір рет жазасыздар. Мен тексе жазып жіберейін. Бағана копировать еттім ба, ойымда жоқ. Мінекей next. Иә, там мінекей. И менен қазір ақша сниматься етілді. Atomic компаниясынан. Моментально сіздерден ақша сниматься етіледі, смс келеді. Мінекей все. Мына жерде сіздерге обратно скриншот жасап алу керек. Номер заказа, Кореядан берілетін заказдар бағана F деп басталды ғой, Қазақстандікі. Бұл жерде Z деп басталады. Мынау біздің номер заказамыз корейский сайттан келеді. Мінекей мен 4 затқа өнімге заказ бердім. Енді бұл заказым 7-8-9 күннен кейін Алматыдағы менің офисыма сонау Кореядан бір аптаның ішінде келеді. 7-10 күн максимально. И 38 мың балл жасалынды бұл заказға. 36 мың теңге, 37 мың кетті, 38 мың балл ақша алынды. Мінекей осылай Кореядан тікелей Қазақстанға дейін тапсырыс беруге болады, қыздар. Өте керемет. Мінекей бізде Atomic компаниясында бүкіл мүмкіндіктер біздің серіктестер үшін жасалынған. Оны